Армысыздар құрметті көрермендер, бұл соққы және гол 94-ші шығарылым. Аптадағы ең қызықты матчтарды талқылаймыз. Солардың ішіндегі өте тамашасы ол Ливерпуль мен Тоттенхэм арасындағы ойын. Нағыз драмаға толы матч болды. Соны талқылаймыз. Одан бөлек матчтарға да кезек береміз. Бүгін бізде қонақта алғаш рет Челси футбол клубының жанкүйері Әлімжан өзім таныстырып кеткен білемін ғой. Мен де Ошсам Тасболатұлы ғой. Әлімжан Тасболатұлы Асқармын. Сен де Әлімжан Тасболатұлы екенсің ғой. Әлімжан Тасболатұлы бүгін бізде қонақта. Қош келдің. Қош келдің. Рахмет көп шақырғандарыңызға. Сане Мане бағдарламасының жүргізушісі. Каналды аты айтпай қояйық. PM Қазақстан дей салайықшы. Бәстесу матч деген бар ғой сондай бір. Сонда бір. Паримаш дейші. Бола ма? Өзім көрейін бәрін. Бүгінгі шығарылым тегін түсіріп отыр ғанда. Паримаш Қазақстан YouTube арнасында Сане Мане бағдарламасының және влогтардың жүргізушісі актер Әлімжан Тасболатұлы, футбол жанкүйері, Челсидің жанкүйері. Бағана келдім де, қаяқтан көрдім. Игра деген сериал. Игрок деген сериалда, Сәке деген сериалда ойнаған эпизод аралық рөлдерде. Тамаша. Бірақ сен ойнаған рөлдерін сәл бір нашарлау. Сондай. Сәл гнидалау. Игрокта ойнаған, Паримашта жұмыс істеймін. Өмірі мен рөлдері мүлдем сәйкес. Өмірде мен негізі жақсы адаммын деп қойса. Соққы және гол YouTube арнасындағы барлық шығарылымдарының көрсетілімінің бас демеушісі 1xBet букмекер компаниясы. Ең сенімді букмекер, ол жақта ең жоғары коэффициенттер. Сіздер төменде бекітілген комментарийде көрсетілген сілтеме арқылы өтсеңіздер, 200 000 теңгеге дейін бонустық ақша аласыздар. Жаңадан тіркелгендер соққы промокодын теріп, 200 000 бонустық ақшаны иеленіп кете алады. Барлық ақпарат сол төменде көрсетілген сілтемеде. 1xBetке алғысымызды білдіреміз, ал біз қызықты видеомызды әрі қарай жалғастырамыз. Ливерпуль Тоттенхэмнің матчынан бастайық. Челсидің жанкүйері шақырып отырмыз. Челсидің матчын талқылайын десек. Талқылайтын түгі жоқ оның. Қиын болып отыр ғой жағдай. Почтина келеді дейді бірақ. Келеді дейді. Енді көреміз Почтина келгенде не істейтінін. Жалпы енді биыл көбісі критикаға алып жатыр ғой Челсиді. Жаңа Бойли 600 миллион салды дегенде ше. Переходной сезон деп көрейік. Челсидің биылғы сезонын енді өзім айтқам. Лига чемпионатта жаңа Реалмен қарсы бірдеңке болмаса, сезонды жауа салу керек. Ойыншылардың бәрін отпусқа жіберу керек та, жас балаларды ойната беру керек. Көп бізде Давид Татров, Фофана бар, жаңадан келген Мадуэке бар, өзіміздің академияның балалары бар, Льюис Холл деген. Соны бәрін ойнату керек те. Бірақ енді ойнап біту керек, көреміз. Енді Поч келсе айтып отыр ғой жаңағы Харри Кейнді алып келеді деп. Кейннің 1 жыл контрактысы қалды, Тоттенхэмнен алып келеді. Көреміз не болатынын. Бірақ енді қызық болайын деп тұр. Бірақ Нкукумен бірге Нкуку келеді. Лейпцигтен Мало Гюсто келеді. Сосын ана бізде Брайтон ойнап жүрген Леви Колвилл бар ғой. Сол аяқты жартылай орталық қорғаушымыз. Соны арендадан Ян Матсонды алады деп жатыр. Неміз клубымыз бірдей. Отчество ойнауында мен ұқсас еді. Екеуміз енді футбольный бағдарламада жұмыс істейміз деген сияқты. Сондай ұқсастықтар көп екен. Өзінің атын ұнай ма өзі жалпы? Атын әдемі екен деп. Сенікі де әдемі екен. Бастайық, соққы және гол 94-ші шығарылым. Бізде бүгін Әлімжан Тасболатұлы. Бастамай тұр. Сен өзі қара. Челсиге жанкүйерсің, Челси бірінші болып кетті. Бағдарламаның аты Сане Мане төбелесіп қалды. Ойнаған рөлдерін бәрі сәлемді. Мен жүрген жасайған қойшы. Шығарылым қандай болады екен? Жақсы болады деген үміттеміз. Бағынға кетіп қойып жүрмейді. Құдай сақтасын. Паримашпен 1xBet қатар кетті деп бағынға кетіп бірінші болып қалды. Лайк басып, осы шығарылымды жақсы жүрейік, әйтеуір жүрген жеріне шөп шықсын деп. Біз 94-ші шығарылымда бастаймыз, кеттік. Ливерпуль мен Тоттенхэм от ойын болды. Нағыз ағылшын премьер-лигасының көргін қыздыратын матчтардың бірі болды. Ливерпульдің стилінде және Райан Мейсонның стилінде дейікші. Ол осының алдында бірінші рет бапкер болып келген кезде 2 рет камбэк жасаған екі матчында. Осы жолда екінші камбэк жасауға шақ қалды. 3-3 болып тұрған кезде Ришарлисон маусымдағы алғашқы голын соғып, жейдесін шешіп болды, бітті деп ойлаған кезде есеп 4-3 болды. Сенде эмоциялар әткеншек сияқты болған шығар, біресе былай деген сияқты. Соны бір сипаттап берші, 15-ші минутта не ойладың, бірінші таймнан кейін қандай ойда болдың, және Ришарлисон гол соққаннан кейін эмоция қандай болды? Жалпы ойын туралы айта кететін болсақ, енді жаңа 15-ші минутта 3-0 болды ғой. Сол кезде жаңа болельщиктер кете бастады стадионнан. Ал одан кейінгі результатты көргенде білмеймін, енді ана адамдар түнімен ұйықталмаған шығар деп ойлаймын, 3-3 болады.
Ал если ойын туралы айта кететін болсақ, бұл жерде маған қатты жалпы тактика бойынша не айтқанда Трент Александр-Арнольдтың жаңа алаңдағы рөлі ұнады. Қалай, жартылай фулбек деп айтыла ма? Полуфланг дейді. Орысша полуфланг дейді ғой. Яғни Трентті биыл көбісі критикаға алып жатыр ғой. Жаңа защитасы нашар, бірге бір оборонасы өте нашар дегендей. Клоп алды да оның жаңағы плюстарын барлық оң жақтарын алды да, оның пасы жақсы, видение полесі жақсы дегендей, алтта полуфлангқа, яғни как опорник сияқты болып қойды. Осы Трент ше? Жалпы жартылай қорғаныста ойнаған бет бұрында? Жоқ. Молодежкада ондай ойнаған деген. Молодежкасын білмеймін, бірақ енді келгенде сол оң қапталда ойнап жүрді ғой. Сол жағынан және қарасақ, мысалға соңғы 5 ойында 6 голевой пас берген екен да Тренттің. Енді 3-0 болған кезде Тоттенхэм жаңа сен айтпақшы Райан Мейсонның стилінде деп жатсың ғой. Бұлар енді Конте енді жақсылап жетер жеріне жеткізіп жамандап бітті ғой. Жаңа характері жоқ, ешқандай не қылмайды деп білмеймін. Бұлар өздері бір квест қойған сияқты характер көрсетейікші. Бірінші алғашқы 20 минутта, 15 минутта қадалып алайық, 3-0, 4-0. Потом шыға аламыз ба дегенде. Манчестермен 2-0 ұтылып тұрды, 2-2. Енді Ньюкаслмен ала алмай қалды. Ливерпульмен енді алып шығайын деп жатыр еді, бірақ Жота. Жота емес ол жерде Лукас Моураны айтамын мен. Иә. Алисон тебеді. Өзі бірақ мен қалып тұр кішкене жігіттер бір жинақ ойнай салса болады. Слишком шегіп кетті-ау деймін мысалы. Лукас Моураны ешкім қысып та жатқан жоқ еді, алтта артқа қарай пас беремін деп. Моура вообще күйдіріп болып кетті ғой, өткенде шығып 2 сары қағаз алып алаңнан қуып кетті, алаңға шыға салып. Енді бұл жерде маған тағы бір айта кететін не, жақсы бір момент, жаңа PlayStation ойнаймыз ғой барлығымыз. Сол кезде ана ойыншыны лақтырып кетіп барып гол соққан кезде менің айтар сөзім бар еді. Сынок, ты туда иди. Я сюда пойду деп. Соны Перишич Ван Дейкқа жасаған айтқым келеді. Иә, Ван Дейк. Сен жаққа бара бер, мен өзім жұмысымды жасай берейін, сен ар жақта жұмысыңды жасай бер деп лақтырды да. Буфетке жіберді. Иә, Кейнге жіберді. Кейн енді ол жерде как топ форвард, ондай моменттерде шетін кісі ғой енді ол. Голын соқты деп ойлаймын. Ван Дейктің оның алдында бір рет құтқарып қалды ғой голдан. Иә. Бірақ осы сәттегі нашар ойыны бар. Жалпы Ван Дейк осы сезон нашар ғой. Себебі жаңағы тағы да футболда сөз бар ғой. Мықты атака ойынды ұтады, мықты защита титул ұтады дегенше. Бұл жерде Ливерпуль чемпион болған кезде Ван Дейк пен Джо Гомес, Матиптің связкасы мықты болған еді. Яғни сен Ван Дейктің жанында қандай защитник ойнаса да, ол мықты защитник топ болып кететін еді да. Биыл Ван Дейк нашар, хоть жанына Конатені ғой, сол Джо Гомес, Матипті ғой болмай жатыр. И Трент те әлсіреп жатыр да. Сол үшін Ливерпульдің бірінші сезонда, Ливерпульдің уровеньде ойнаған жоқ қой. Сезон соңында ғана тіріліп жаңағыдай бір дұрыс результат көрсетейік. Ван Дейк қандай, Ливерпуль сондай болып жатыр ғой. Керісінше Ливерпуль қандай, Ван Дейк сондай, екеуі былай бір арнада келе жатыр маусым. Соны айтып жатырмын ғой, енді Ливерпуль қазір ойына бастаған кезде Ван Дейктің де ойыны жақсарып келе жатыр деп соны жалғастырып кетейік десек, жаңағы әңгіме болып қалды. Құрамда тағы қандай өзгерістер болды? 4-3-3 жүйесі деп айтамыз, жаңағы Трент Александр-Арнольд. Бірақ ойын кезінде 3-2-4-1 болып немесе солай болып кеткен сияқты. Яғни жаңағы қазір Сити жаңа ойнап жүр ғой, Стоунсды тоже опорник қылып. 3-2-5 па немесе? Иә. Кезінде Канцеломен бастады ғой негізі Пеп осы теманы. Бастап көрді, Канцело біраз ойнап жүрді. Сол кезде Канцело жылап қалды ау деймін, Пепке айтқан сияқты. Мен шаршап кеттім, не қылып жүрдім, миым ашып кетті деп, содан кейін конфликт басталды. Сонымен сөйтіп солай болған сияқты. Тоттенхэм өзінің сол 4-3-3. Тоттенхэм де өзгертті ғой. 3-4-2-1. 3-4-2-1. Бірақ сол 3 гол өткізіп алғаннан кейін екінші таймда осы Райан Мейсон не өзгертті, неге камбэк болды деген сұраққа келетін болса, Кейн мен Сон екеуі шабуылда бір сызықтың бойына көшті да, Кулусевский сәл төменірек кетіп, сөйтіп 2 шабуылшымен ойнауға көшті деп айтсақ болады. Тоттенхэмнің бағына орай голды бірінші таймға бітпей тұрып соғып алды. 39 минутта Харри Кейн Перишичтен пас қабылдап гол кіргізіп есепті 3-1 қылып алды. Одан кейін Тоттенхэмнің MU-ге қарсы ойыны бар, Ливерпуль жанкүйерлері кішкене уайымдап бастаған шығар. Сенде екінші таймда қандай эмоциялар болды? Екінші тайм жалпы қараған кезде енді мен ойламадым шынымды айтсам. Тоттенхэм 3-те шығады деп ше, себебі сонда мүмкіндіктер болды ғой. Сон хет-трик жасаудың. Иә, жаңағы бір штанга болды, бір перекладина болды дегенде, бірақ жетпейді ау деп ойладым Тоттенхэмді. Жетпеді ғой все-таки. Жетпеді ғой, бірақ бір болельщиктеріне бір жақсы не жасады, тосын сый жасады деп, жаңағы мимолетный дейді ғой. Бір сәтке бір қуаныш жасап, деп атқан еді, Моура алды да. Сағым болды дейсің. Сен ше Бексұлтан? Тоттенхэмге ма? Жақсы болды. Енді 15 минут. Нажақ болса Бексұлтан. 15 минутта желание загадать етесің. Мен ойымша 15 минутта 3 гол жібергеннен кейін 7-0 бола ма деп. 6-1 деп, иә. Біз енді соққыға да 6-1 ма деп сап қойдық қой, Ньюкасл Тоттенхэм есебі қайталана ма деген сияқты. Иә, сондай ой болды, бірақ 15 минут ойнады Ливерпуль. Шабуыл 3-0 болғаннан кейін біз ойын істеп тастадық деген
ойда болған шығар. Иә, ойда болды деп ойлаймын. Әйтпесе тым жылдам 2 минуттың ішінде төмен түсіп қалу ол күтпеген жағдай болды Ливерпуль үшін. Бұрынғы Ливерпуль есіме түсті. Бұрынғы Ливерпуль осы ойынның басында жалпы гиги прессинг ар жақта барлығы жабылады, 3 гол тығып тастайды. Кейін тағы тоқтамай істейтін еді, бұл жолы тоқтап қалды. Ол 3-0 ұтып жатсаң да әрдайым соңғы минутқа дейін ойнау керек деген қағида бар. Қағида ғой. Кейін ең соңында есіне түсті, Диего Жота соғып тастады. Иә, Клоп та қатты өз ойыншыларын сынады ойыннан кейін. Бізде Диего Жота болмаса біз өте нашар негізі бұл жеңіс лайықты емес дегенге дейін келтірді тіпті ше. Біз бұл ойыншылар мынау өте нашар деді. Сол. Енді айта кетсем, Клоптың тағы бір не ғана Пол Черниге шағымданды. Бірақ білмеймін енді Клоп не үшін шағымданғанын. Менің ойымша Ришарлисон мен Конатенің моменті болды ғой, жаңа тартып қалған жерінде. Сол жерде пенальти бар сияқты ол бір. Екіншісі Жотаның Скиптің жаңағы аяқ көтергені. Ол красный сияқты, потому что рассечение болды, қанақты дегенде ше. Сол екі моментте де судья көзін жаққандай, біреуінде пенальти бермеді, біреуінде қызыл бермеді. Егер де қызыл болғанда может Жота гол соқпайтын бет дегендей. Не үшін қызыл бермеді деп ойлайсың ба? Жотаға. Не үшін? Аты Казимиро емес қой. Иә, Казиг емес дейсің ғой. Казиг емес қой, сол үшін қызыл бермейді әйтпесе Казимиро болса. Бірақ енді Жота сізге айтайын ғой, енді бүйтіп қылғындырды деп ше. Ондай қылғындыру ше. Көп болады негізі андай бір-бірімен төбелескен кезде бүйтіп өтірік бүйтіп ұстап қалады, бүйтіп әшейін алып салып ше, тип тоқтатамын деген сияқты ниетпен ғой енді. Сондай сияқты кейін барып, бірақ оның алдында Скиптің өзі тік аяқпен Тоттенхэм ойыншысына кіргені бар. Айтасыңдар бәрін. Немен ретмен келтірейік. Райан Мейсон бастады ғой. Райан Мейсон айтты, төрешінің жұмысына мен разы емеспін. Диего Жота жеңіс голын соғып кетті соңғы сәтте. Бірақ Жота ол уақытта болмау керек еді ғой. Қалай ол жеңіс голын соғады? Жотаны біз қуып тастау керек едік. Оливер Скипке қарсы ойын ол таза қызыл қағаз деді. Одан кейін Юрген Клоп айтып жатыр да, окей, ондай болуы мүмкін шығар, бірақ Скиптің өзі де болмау керек еді ғой. Маған айтып жатыр, мына жақта Оливер Скиптің жасаған әрекетіне де қызыл қағаз беру керек еді. Бірақ Скиптікі емес, Жотанікі қызыл қағазға жақындау сияқты менің ойымша. Скип ойын басында Жотанікі жақынырақ, иә. Жотанікі білмейді не қызыл қағаз бермеген. Ол менің өмше 100% қызыл қағаз. Шөпімен басына маңдайына кіріп тұр ғой. Диего Жотаның да аты Жота емес қой, білесіңдер ма? Фамилиясы. Жота деген әріп қой. Йота деген әріп. Алфавитте ше. Гамма, сигма, жота деген. Оның аты Жозе ғой. Диего Ж точка. Содан кейін Жота деп айтады да. А негізі ол типа. Оны білмейді екен. Бексұлтан К деген сияқты ғой. Ол факты білмейді екен. Ой, ондай керек емес факттарды жіберем мен. Санный маны бағдарламасында сұрашы менен, Диего Жотаның шын аты кім деп. Хорошо. Сол кезде именно керек кезде туып кетіп қалдым. Не үшін екенін айтып беремін деп қойсайшы. Не үшін екенін айтып беремін, бірақ шын аты кім еді дегенге есіме түспеді. Не ғой, Жозе аты, Диего Жозе. Сөйтіп Юрген Клоптың өзі де сары қағаз алып, өзі де жарақат алып қалды. Жарақат алып қалды. Жас келді ғой. Заднейін дернул дейді ғой. Ел ағасы болып қалды деген сияқты. Ойын қызық өтті. Бір несі, бір қызығы, бірақ Еуропа лигасы үшін талас деген бір түрлі жарыспайды Ливерпуль мен Тоттенхемге. Мазақ қылыватқан сияқты, ой, бүгін өте маңызды матч Еуропа лигасы үшін талас деген. Бірақ жағдай сондай, Ливерпуль 5-ші орынға көтерілді, Тоттенхэм 6-ші орында, Мерсисайдтың командасында 56 ұпай. Ньюкаслмен салыстырайық, Манчестерде бір ойын аз ғой. Жетпейді ау деп қоямын. Ньюкаслда 65, Ливерпульде 56, 9 ұпай. Астон Вилла мен Тоттенхэм 6-ші орынға таласатын сияқты, ал қалған интригалар сәл аздау сияқты, өйткені ойында азайып қалды ғой. Брайтонды да қосса 6-ші орынға таласады. Брайтонға да, Брайтонда 3 орын Брайтон бірақ осы соңғы запастары, иә. Брайтон күйдіргі Ноттингем Форестпен ойында ұпай жоғалтқан адам күйдіріп. Брайтонда еще МЮге қарсы ойын күтіп тұр, осы апта ортасында болады ойында. Апта ортасында ағылшын премьер лигасының матчтары болады. Бүгін Эвертон мен Лестер ойнайды, ертең Арсенал мен Челси ойнайды. Наконец-то Челсидің жеңіске жеткен ойынын. Арсенал мен Челси? Енді менің ойымша енді отырамыз. Челсидің болельшігі ретінде де мүмкін Челсидің жанкүйерлері дұрыс түсінбей қалатын шығар, сен де дұрыс түсінбей қалатын шығарсың, бірақ сол ойыннан кейін кімге ұтылмай жатырық? Өзіміздің соседтерге беру керек сияқты. Себебі интрига. Анау Челсидің есінде бар, Лестерді чемпион қылып жіберген еді. Иә, Лестерді чемпион қылдық. Сосын тағы Арсенал. Сити ұта бергеннен гөрі бір Арсеналға да бір 2003-тен бері ұтқан жоқ қой. Бір ол жақтың көшесінде де той болсын дегенім ғой. Енді менің тілегім ғой енді. 2003-2004. Иә, золотой сезон ғой. Иә. Қызық негізі. Сол анау Лестерді чемпион қылған кезде Вардилер үйінде тұрып тамашалаған еді ол кезде. Стадионда емес, үйде отырып чемпион атанып кетті. Бұл жолы Наполи командасымен салыстыруға болады Италия сериясында.
оны да бір айтып кете салайын. Наполи кеше чемпион атануға шақ қалды. Енді чемпион атанады ғой. Чемпион атанады ғой. Оның ойыны сенбі күні өту керек болған. Матч сенбі күні өтеді, сосын жексенбі күні Интер мен Лацио. Сенбі күні Наполи Салернитананы ұтып қойып, жексенбі күні Интер Лационы ұтса, олар да үйде чемпион атанатын еді. Бірақ Неаполь енді тойда аңсап қалған, оларда Арсеналдан да көп олар 89-шы жылғы соңғы рет Марадона кезінде 2 рет чемпион болған. 30 жылдан асып кетті. Сөйтіп, Неапольде той болсын деп, чемпионский матч қылу үшін әдейі жексенбіге ауыстырып, Лацио Интер матчынан кейін қойған ғой. Ол ойын Манчестер Юнайтед Астон Вилла матчымен қатар түсті. Лацио ұтылып қалды. Мен МЮ, Лацио ұтылып қалды, одан бетер подарок жасап берді. Мен МЮ Астон Вилла матчын жүргізу керек едім, соған келгем. Сетанда спорт сайты Наполидікі чемпион матч, МЮ Астон Вилла сайтқа кетеді. Наполидікін көрсеңіз, чемпион болған тойлаймыз. Бүкіл жағдайды Наполиге жасап берген ғой. Ойынды ауыстырған, жанкүйерлер келген, қарсыласы Салернитаны, Лацио ұтылып тұр, Сетанда спорт матчты ауыстырып тұр, АПЛ-дің орнына серия. Мен көзім банкі. Юнайтед пен Ньюкасл еще анау. Мен Наполидің составын толық білмеймін, мына жақта еще Салернитаны олар. Салернитаны білесіздер, Салерна қаласынан келген команда деп бастап отырсың, әңгіме еще жарты сағат не айтамын білмеймін. Сол матч сездім мен, өйстіп бәрін әдейі істегенде бір қырсық болады деп ше, бір андай. Болмайды негізі чемпиондық деген. Ол анау Лига чемпионовта мысалы Манчестер Сити, ПСЖ, пат лигу чемпионы бәрі істейді ғой. Түбі Реал Мадрид так кетеді. Сол сияқты мына жерде сен чемпион үшін бәрі істеген кезде Наполи кеше Салернитанамен ойын бұлай идеяның голынан кейін 1-1 болып аяқталды. Сол керек дедім ғой сол кезде. Олар бір табыт тақып келіп бір бәлеп құтырып кетті ғой. Табытқа бүкіл жаңағы Интердің, Миланның, Ювентустың шарфтарын қойып, біз барлығын өлтірдік, барлығын похоронили дегендей қылып тұр ғой. Оларда қысым көрген енді, оңтүстіктің командасы анау тойдың бәрі Миланда, Туринде және Генуяда соқта болып жүрді да, бұлар сәл тыс қалып жүрді ғой. Ол бәрі түсінікті мақұл. Сөйтіп Наполи бәрін әдейі істеген кезде кеше Салернитаны тең нәтиже тіркеп қойды. Салернитаны 8 ойын ұтылмай келе жатыр, бәрімен тең ойнап жүр, 2 ойын жеңген, 2 ойын 6 ойынды тең қайтақтап жүр. Жақсы болды кеше. Енді Наполи апта ортасында Тулузаға қарсы ойыннан кейін чемпион болып қалуы мүмкін. Удинезе. Жоқ, Удинезе. Бір ұпай алса жеткілікті деп естігенім. Сол Удинезе. Жалпы бір ұпай алса да чемпион. Бұл жерде тоже менің ойым ғой, тойдың боларынан боларсыздық деп созып жүрген сияқты. Жоқ, кеше шәс істей алмай қалды, әдейі істеді деген әңгіме болған жоқ. Ондай тырысты бәрі. Былай қарап тұрсаң, мен бір досым бар. 100 мың адам келіп тұр, 60 мың адам стадионда, 40 мың адам сыртта, олар тойды ертеңге қалдырамыз. Миланмен ойынға олар көп ротация жасады ғой, Лига чемпионға қарсы. Составын жаңа демалды. 0-4 болды. Сол кезде бір команданың бір андай болады ғой. Навалне дейді ғой. Жаңағы куражда жүреді ғой. Сол куражын сол не қылам деп жіберіп алған сияқты Спалетти. Сол дұрыс айтып отырсың, Наполи мысалы Миланға қарсы ойында әдейі сол чемпиондар лигасына құрбандық деді да. Сол ойында жеңілді, чемпиондар лигасынан да ұтылып қалды да. Болмайды футболда өйтіп андай. Сол кураж дейді ғой. Жаңа состав бір-біріне ойнап жүрді, одан қалса Осимкин сынып қалды. Соның барлығы бір. Бірақ енді алады ғой биыл. Сен Италияда оқып келгенсің ғой? Иә. Қай қалада? 3 ай. Миланның жанында Тренто деген қала бар. Тренто Александр Арнольд. Иә. Соның несінде. Миланды Милано дейді ғой, италиялықтар, иә? Милан деп айтады, иә, Милано, иә. Милано дейді ғой, иә. Олар, иә, осып бастайды олар. Ром, Порке. Сол енді Италияның футболына бай ғашық болып кетіп сол. Ғашық болдым. Оған дейін негізі шынымды айтсам, жаңағы Челсидің жанкүйері ретінде мен АПЛ-дан басқа ешқандай нені признавать етпеймін өзім. Ла Лига деп жатады ғой. Олармен бір бөлек қырылып дегенде ше. Айтамын мен әлімжандар өз біледі ғой. Екі командаларың бәрі қойшы деп ше. Бір-бірімен ауысып жүреді, анда-санда Атлетико бір кіріп қояды дегендей. Бардым, көрдім, әйгілі Сан-Сирода болдым. Ана стадионды көрген кезде аузым ашылып бір өтірік айтпайын 10 минут. Жоқ, сен тұра тұр, сен Миланның стадионында болдың ба, Интердің стадионында болдың ба? Екеуінің де стадионында болдым. Себебі мен Миланның 2 ойынын, Интердің 1 ойынын көрдім. Енді ана керемет. Космический корабльмен махина дедім, машина деп кәдімгі ше. Өте үлкен. Болельшілер ән айтқан кезде жаңағыда одан қалса не бар ғой? Pure is on fire деп айқайлап жүр ғой. Иә, жақсы. Как раз лимонад келді. Италия сериясына қайтадан сол. Иә, Англияға ұшақ алып алайық. Осы жерде бір авиасейлс бізге бір хабарласыңдаршы. Италиядан Англияға арзан билеттер, білесіздер ғой қай жақта екен деп. Әзірге рекламасы жоқ қой авиасейлстың бізге. Бар ма или жоқ па? Жоқ па? Ең қымбат билеттер десе. Заранее деп. Арзандары. Потом көрсете саласың. Өмір проблема. Өмір проблема авиасейлсте адал. Стыковой нелер бар ғой, рейстер ше. Бұрыш болып болады екен. Каспийде жақсы газда қой. Осы үшін реклама келмей қалмасын бекс.
Англияда Манчестер Сити бірінші орынға көтеріліп алды. Көтерілді. Өз ақпанда бір көтеріліп келіп, енді ұзақ уақыттан кейін қайтадан бірінші орынға Манчестер Сити шықты. Эрлинг Холландта рекорд теңесті. Сол рекордты негізі мәңгі рекорд деуші еді ғой, Алан Ширер мен Эдди Коулдың жасаған. Ешкім бұза алмайды себебі. Мәңгі рекорд? Иә, андай еді ғой мағынасы. Олар 42 тур болатын АПЛ-да соқты ғой голда. Қазір 38 тур. Матчтар аз және сол 34 голды басып озатын адам жоқ, болмайды деп ойлайтын еді. Мәңгі рекорд бұл қалды, енді ешкім бұза алмайды деп. Эрлинг Холланд келді, бірінші маусымда бұзып тастады. Оған қоса жарақаты бар. Жалпы қанша гол соғады енді Холланд? Холланд так 6 ойын қалды ма? 40 тойлап бір гол примерно. 40 қылады ғой. АПЛ-да 40 гол соқсыңдар ма сендер? Ойбай. А? Сендер дегенде мен сол Месси қанша гол соққанын білесің бе? Ой, сен Ла Лиганы ше? Месси сол жаңағы Примерно бір 50-60 па? Альмерия дегендерге ма? Сен білесің ба Месси неше гол соққан? Жоқ, егерде 20 гол соққан ба бір маусымда? Ла Лигада әшейін. Әзір ғой негізі алтын премьер лигасы тамаша ол. Суперлига дейді ғой бұны. Негізі. Мынау жаңа Суперлига. Манчестер Сити алда қай ойында сүрініп қалуы мүмкін? Қазір бір кестені ашып, сені болжам тыңдап көрейік. Челсиден точно ұтылмайды енді, бірақ вот именно Челси сондай кезде ұстап қалады. Ұстап қалуы мүмкін. Сендер біздің Челси білмейді екенсіңдер ғой. Менің ойымша Эвертон сияқты. Гудисон парктың әсерін айтып отырсың. Гудисон паркте жаңағыдай жатып алады, автобус қояды, контратакамен бір гол соғып ары қарай жатып дегендей. Эвертон өзі жаңағы Шондайч келді ғой. Келген кезде де Арсеналдан да ұпай алып қойды ғой. Яғни мінез Арсеналдан мінезі өтіп жатыр. Челси демек қояйық, енді Челси кімге ұпай бермей жүр биыл. Одан кейін Челси де ұтып кетті дегендей. Менің ойымша Эвертон. Рой Ходжсонға қарсы ойын жоқ па? Рой Ходжсонға қарсы? Кристалға қарсы ма? Жоқ, кетті. Құдай сақтап қапты ғой. Вейра кезінде ойнап қапты. Ститин сақтап қапты. Рой Ходжсон деген вообще бір қызық адам ғой. ТикТокта бір қазір мем болып жатыр ғой. Бүйтіп ұстап қолмен жібере салатын ше. Если тебе нужен актер, который сыграет роль смазливого мальчика деген тәуекел мүслімді жіберетін көргенсіңдер ма? Сол новый мен. Сол сен командан ұшып бара жатса, Кристал Пэлас Шондайч шақыру керек та кету керек. Бізде бұрын кезде сондай Гус Хидинг бар еді, иә? Гус Хидинг. Кім Шондайч деппін ғой? Рой Ходжсон 75-те. 75-те? Болды мен уже. Қойындаршы мен аман есен. Жіберіңдерші пенсияға. Намаз оқып енді кішкене дінге келейінші деп жатырмын деген сияқты да. Мыналар шақыра берді. И келеді да реально кризис менеджер ғой. Сосын ойлайсың да, мынау Кристал Пэласты бірінші турдан бастап баптағанда ғой, қазір Кристал Пэлас Чемпиондар лигасына таласатын еді деп. Келесі маусымда бірінші турдан баптайды да, бағыш болып қалады қайтадан. Жынды ма бір не деген адам? Сондай бір АПЛ-дың қызықтары ғой. Краткосрочный перспектива дейді ғой. Сондайға жақсы 10 тур қалған кезде көтеріп беру деген сияқты. Сол АПЛ сонысымен қызық та. Мысалы қанша жерде миллиардтаған ақша құйылып жатыр. Номер 1 лига дейді да, бірақ 75-тегі шал келеді да команданы ұстап қалады. Мысалы Стив Пэриш Кристал Пэластың иесі ғой. Ол андай сенің коллегаң ба, сондай актер ма, бір нәрсе Шректегі принцке ұқсайды. Андай шашы сары. Басқа ұқсайтын еді ғой. Басқа бір ұқсайды ғой. Сондай да түр әдемі. И ол біткен ғой. Мынау енді Кристал Пэласты мен алғаннан кейін бір біз жаңа жас футболшыларды шақырып, тың серпіліс беріп, стиль әкелетін бапкер керек бізге деген. Патрик Вейраны алып келген. Болмағаннан кейін қайта сол 75-тегі шалды шақырып отырды. Патрик Вейра тек қана сол қара нәсілді бапкерлер аз дегеннен басқа ештеңе көрінбеді ода. Иә, и жалпы не үшін аз екенін өзі көрсетіп берді. Кристал Пэластың жаңағы құрамын қарасақ та 11 ойыншының 10-ы сол қара нәсілді ғой. Гуаитадан басқасын бәрі, Йоахим Андерсон бар, екі защитник. Басқасын бәрі қара ғой. Алда жаңағы Жофреца, Олисе. Түске байланысты емес, әрине, просто бапкердің жалпы мысалы Рой Ходжсон түске байланысты емес, бапкерге келгенде байланысты дейсіз. 40 жыл бапкер болып, уже бүкіл сценарийді көріп қойған да. Бүкіл не? Я видел 100. Егер 7-ге 0 ұтылғаннан кейін не болады, қақпашымен қалай сөйлесу керек, 3-тен өтіп баратып 3-3 болып кеткен кезде не істеуге болады, қалай реакция көрсету керек деп уже көріп тастаған да адам. Просто мен мынандайға таңғаламын да. АПЛ-ға бұл енді Кристал Пэлас мысалы Манчестер Ситилермен бір дивизионда ойнайды. Осы кім Ливерпульмен ойнайды мысалы. Рой Ходжсоннан полу фулбэк деген сұраса, мысалы полу фланг деген сұраса, миымды ашып тұршы мен. Таза баяғы классика ғой. Өзіміздің таза ағылшын тілінде сөйлеңізші, сөзді құртпаңдаршы. Фланг, навес, артта үлкен-үлкен защитниктер. Алға Уилфред Заға пас шығарып бер, өзі жасайды деген сияқты. Ана кім қайқа жіберіңдер деп отқан шығар. Заның қасында болушы еді ғой, өмір бақи.
Кристал Пэласты басында кім баптады? Кристалдағы ма? Иә, Кристал Пэлас Уилфред Заның қасындағы нападающий. Жоқ, қара нәсілді. Бентеке ма? Иә, Бентеке қаяқта соның жағырында. Түркияда ма бір жерде жүре? Қателеспесем иә. Егер шатаспасам. Шатаспасам. Сонымен АПЛ-дың турнир кестесіне қарайық. Ол жақта негізі МЮ мен Астон Вилла матчына көп нәрсе күткен едік. Мен көре алмай қалдым ол ойынды, себебі жоқ жерден Наполидің Салернитанаға қарсы ойынын жүргізіп кеттік. Және ойында ондай қызық болмаған сияқты ғой, иә. Бруно Фернандештің бір гол шешіп кетті. Иә, Бруно Фернандештің гол шешті. Бірақ соңғы минутқа дейін напряженно болды ол ойында. Бәрі Астон Вилла жақсы ойнады. Иә. Екінші тайм Астон Вилла. Жалпы Астон Виллаға айтатын болсақ, Эмери келді ғой, Унай Эмери. Келгеннен кейін жаңағы 17-ші орында ма, қаншасыншы орында тұрған Жеррдтың орнына келді. Жеррдтың орнына кейін көтерді. Және көп ойыншыларға жаңа екінші серпін берді. Уоткинс қалай ашылып кетті. Унай Эмери келгелі бері. Унай Эмери келгелі бері турнир кестесін құрсақ, Астон Вилла екінші орында. Үшінші орында. Осыдан кейін шығар енді, үшінші орынға түскен. Иә. Осыдан бір апта бұрын қарағанда екінші орында. Уоткинс қалай ойнап жатыр? Ойнап жатыр. Иә, жаңағы Моренен алып келді. Бетистан. Левый защитникше. Ол Моренаның да, иә, андай бәрібір де ойына қарасаң, тоже сондай үш қорғаушы болып кетеді. И Морена шабуылшының рөліне кетіп қалады кейбір кезде ше, сол қапталдан. Шабуылдың көбісі сол қапталдан, жалпы сол гибридный жүйемен қолданып, жалпы Унай Эмери әр ойынға тыңғылықты айналады екен. Унай Эмери де сондай странный адам да. Иә, қатты. Топ клубқа бармай ма деген топ клубқа барады да шіріп қалады. Арсеналда иә. Мысалы Астон Виллада құрамды былай өзгерткен жоқ қой. Сол құрамды иә, осы туралы айта кетсек, мысалы құрамды мысалы Жеррдтың кезінде Буэнди отырып қалды ғой. На самом деле Норвичте қалай ойнап кетті чемпионшипте ше. Мықты болып аргентиналық футболшы. Иә, сонымен алды да Жеррдтың келгеннен кейін отырып қалды. Яғни запастың ойыншысы болып қалды. Эмери келеді, Буэндианы шығарады, Бейлиді отырғызып тастайды. Жаңағы тағы да бір естіген әңгімем, Магинді. Қазір Магиннің ойынын қарасаң, мүлдем өзгерген. Бұрын Магин, жаңағы эксперттер айтады, допты алады екен да. Допты алып, сразу қабылдап пас береді екен. Алып жүрмейді екен. Бір күні Эмери әңгімесінде сұрап, сен неге өйтесің деп. Неге алып жүрсейші допты, сен жаңағы дриблингің бар, скорсың бар, ведение мячың жақсы десе айтады, бізде Шотландияда олай үйретпейді. Бізде алдың берді, доп жоғалтпа деген ше. Сонымен Эмери айтып жаңағы, алып жүр, сен қолыңнан келеді деп. Қазір сол факт, то есть әңгімені естігеннен кейін қарасам, Магин ортада жүреді да, таскать етеді. Бұрын шотландиялықтар допты алып сөйтіп жүре беретін болған ғой, жақсы сөйтіп кәдімгі Унай Эмери айтқан сияқты. Қазақстаннан 0-3 ұтылып қалғаннан кейін системасы толық ауыстырған. Өзгертіп, иә. Бараговскилер тоқтату керек деп. Бараговский Шотландия футболының тағдырына әсер еткен ба сонда? Иә, солай болып тұр ғой. Бірақ енді Манчестер Юнайтед жаңа Астон Вилланың 10 матч ұтылмаған беспроигрышный сериясын дейді ғой. Соны тоқтатты кеше. Уоткинстің де мысалы феноменін айтуға болады ғой. Стивен Жеррард кезінде гол мүлдем соқпай кетті. Келді, бапкер ауысты, Унай Эмери келді. Әр ойын сайын үздік сұрым берген. Мен ойлаймын жаңағы Жеррард екі шабуылшымен ойнады ғой, Инкс екеуін. Көп ротация жасайтын. Иә. Уоткинске қатты сенімді болған жоқ. Инкс сатып жіберді Вестхэмге. Болды, маған керек емес деді да, мынау бар жетеді деді да. Уоткинс жалғыз нападающий болған екен, сонымен бір жақсы ойын көрсетіп жатыр деп ойлаймын енді өзім. Енді Эмеридің жалпы несін қарап көрсем, сол сияқты. Жаңа Жеррардтың көп жіберіп қойған қателерін, мүмкін ойыншылардың кейбір енді болады ғой, әр ойыншының өзінің любимчиктері болады дейді ғой. Мысалы Маунт Тухельдің баласы, Лэмпарттың баласы деп айтып жатады. Сол сияқты басқа ойыншыларға сенім білдіріп, сол ойыншылар қазір жақсы ойнап жүр деген ойдамын енді. Манчестер Юнайтедтің ойыны 4-1 жүйесінде ойнады ма шынымен? Иә. Казик келді ғой, Казимиро. Казимиро келді, ортаны бетонировать етті. Қазекен деп сөйлейді. Қазекен келді. Иә, жаңа гол соққан кезде де Мартинес тепті. Қазекенді алып берді. Решфорд кетті. Қазекен дейді, Қазекенді ұрып отыр ма? Решфорд кетті. Жаңағы один шығып Мартинес қайтарып, Бруно Фернандеш соқты да. Және тағы бір не қылатыны, Казимиро бір ұнайтыны. Ойынды көріп тастаған ғой. Қанша лига чемпионы бар. Бруно Фернандеш ойынның соңғы жағында контратака жіберіп алды ғой, ашық беді ше. Ана ойын біткеннен кейін қырылып жатыр да екеуі ше. Былай қарап тұрсаң капитан. Маған ұнайды да, мысалы қазір әңгіме айтып берсек, сосын тағы бір ойнайды. Полияда обсуждать етіп жатыр да. На самом деле Бруно Фернандеш ол да бір мен деген ойыншы ғой. Ой, ол мінезі ауыр, жынды ол да кішкене. Отчитать етіп ше. А бұрын Джон Терри туралы сондай бір естігем. Челси ойнап жатқанда біреуден 2-0 ұтылып жатыр екен. Перерывта кіреді, Джон Оби Микель айтқан. Джон Терри кіреді де прям жағадан алады дейді ғой барлығын. Сендер не істеп жатсыңдар, сендер Челси емессіңдер ме деп ше. Екінші таймда шығып ойынды 3-2 ұтқанбыз дейді де. Терри керек болып тұр ғой бізге қазір. Бәрі керек болып тұр ғой қазір. Бәрі керек болып тұр ғой. Оби Микель әлі бір осы 2018 жылғы әлем чемпионатына мен превью жасаған кезде ол ойнап жүрген. Миддлсброда жүрді ғой.
содан кейін бітіріп кетті ғой. 5 жыл болып қалыпты бірақ сол осы сияқты мысалға Казимиро да сондай да. Манчестер Юнайтедтің көп кінәлері, то есть қателіктері осы уақытқа шейін ортасы дұрыс емес еді. Фред қалай ойнап кетті? Иә. Фредті бәрі күлетін еді Манчестердің болельшіктерін, қазір Казимироны жаңағы Ван Дайк пен Джо Гомес дегендей ше. Қалай мысалы Фред пен Мактоминай мен енді Фред пен Казимиро деген шоуды алды да центральный защитник қылып қойды мысалға. Ол да енді білмеймін, амалдың жоғынан ғой бір шетінен. амалдың жоғынан, бірақ шоу кеше әдемі ойнады. Люк Шоу андай байқалып қалады. Алға жүгіріп кете береді, байқайсың ба? Ордан тастайды да, Линделев қалсаң қал, мен кеттім дейді алға да. О, шабуылшының рөлінде жүреді ғой кейбір кезде ше. Сол да Тен Хагтың несі сияқты да бір жақсы. Қан жермейді дейді ғой. Тен Хагтың бәрі жақсы, бірақ бір ғана сол минусы Антони болып тұр, сол Антониді шақыруға қанша күш жұмсап. Антони негізі құрамда шыққан жоқ. Иә, сол заменадан шықты. Хотя ол сол Антони осы команданың көшбасшысына айналу керек еді. Өйткені айтамын ғой, екі нашар Тоттенхэм мен Эмю деп. Екеуі де негізі құрамда шыққан жоқ қой. Ар жақтан Ришарлисон, мына жақтан Антони тым нашар деп едім ғой өткен видеода ше. Екеуі де запаста өтті. Иә, бірақ Ришарлисон АПЛ-дағы алғашқы голын соқты. Ұят қоя қойып маусым бітіп отыр АПЛ-дағы алғашқы. 20 ойын ойнады. АПЛ-дағы алғашқы гол Тоттенхэм жейдесінде. Тоттенхэм жейдесінде. Иә. Бұл ақпараттарды мен қайдан білемін деп ойлайсың Бексұлтан? Бір телеграм арнадан оқитын шығарсың. Дұрыс айтасың. Ол телеграм арнаның аты қандай екенін білесің ба? Соққы және гол емес па случайно? Жоқ, ағылшын футбол деген. Қазір ағылшын футбол деген жарып жатыр екен ғой, соққы және голдан да озып жатыр дейді ғой. Жақсы. Көрсеңдер болады өздерің. Сипаттамада тұр. АПЛ-ды қорытындылайық, сенің болжамыңды білгім келіп тұр. Иә. Топ 4 өзгере ме? Топ 4 па? Топ 4. Ньюкасл ұтып кетті ғой. Өзгермейтін сияқты. Бұл жерде чемпиондық пен Лига Европаның жаңа несі қызығырақ болатын сияқты. Осы 4 команда Сити, Арсенал, Ньюкасл, Манчестер. Ол да енді аз-ақ ойын қалды ғой негізі. Қалатын сияқты, себебі Манчестерде қазір бір кризис болып жүрді, защитниктермен проблема болып жүрді, Севильямен. Юнайтедте ма? Басын дұрыс бастаған жоқ қой. Қазір дұрыс сияқты. Ливерпуль сәл кеш оянды бір. 5 тур ерте оянды. Кеш оянды. Бірақ Манчестер Юнайтед сәл ерте оянды да, соның арқасында 4-ші орында келді. Үшеу ұшып кететін. Ұшып кететін үшеу Саутгемптон. Саутгемптон ұшатын сияқты. Ньюкасл ұтып қалды өткен турда. Лестер ұшып кетсе өте обидно болатын сияқты. Себебі Лестер ұшып кетсе мына составтың жартысы кетеді. 70% кетеді. Бірақ әділ болады. Себебі сен оншалықты АПЛ-ға бір немқұрайды қарауға болмайды ғой. Осы құраммен ешнәрсе істемесек те АПЛ-да қаламыз деген ой болып қалды. Менің ойымша Лестерде қазір не қарыз почти 100 миллион дейді да. 100 миллион қарыз бар, сол үшін чемпионшипке барып түсетін сияқты. Джеймс Мэдисон сатып қаржы ұтса болады. Немесе чемпионшипке ұшса, жаңа команда шашырып кетпесін деп ақша береді ғой. Сонымен жауызса да болады. Иә, парашютный деген бар ғой. Бірақ чемпионшипке ұшса керісінше ол қаржы жабуға емес, қарыздың артуына септік болады. Көп футболшыларда контракттарында барша чемпионшипке ұшса біз тегін кетеміз деген. Иә, ондай да мүмкін. Менің ойымша Лидс, Эвертон, Саутгемптон. Лидс па? Иә. Лидс. Маған Лидс, Ноттингем Форест ұшса, мен бір қынжылмаймын. Эвертон ұшса қынжыламын, себебі Ливерпуль дербиінен айырылып қаламыз. Және Саутгемптон маған өзім бұрыннан АПЛ-да родной команда да. Жақсы команда. Әулие да өзі бір. Әулием деп қойған. Өздері де әулие ғой. Ла Лигада Барселона Бетис ұтты, Реал Мадрид Альмерияны 4-2 ұтты. Реал Мадрид Альмерия арасындағы ойынды мен жүргіздім. Бензема хет-трик жасады, Родриго 4-ші голды соқты. Альмерияда бір андай бәрібір тағы да гол соғып кететін сияқты, аяқ жағы бір уайым болатындай көрінді бізге. Бірақ Реал өткен ойында, Жиронаға қарсы ойында масқара отылып қалғаннан кейін мына ойынға барын салды. Бензема негізгі құрамда шықты, Тибо Куртуа негізгі құрамда шықты, Бенз хет-трик жасап, жанкүйерлер алдында бір кешірім сұрағандай болды Жирона үшін. Әйтпесе өткен ойында покер өткізіп алып масқара болды ғой. Реал Бетисті ол да сенімді ұтты. Барселона Бетисті. Барселона Реал Бетисті. 4-0 есебімен сенімді ұтты. Андрес Кристенсен оралды, Бексұлтан. Одан бөлек Дембеле де оралды. Шабуылшылардан. Педри осы 3 ойын болды оралғанына. Жалпы бұл ойынға келген кезде дым ойын болған жоқ шыны керек менде. Жеңетінде 100% сенімді болдым. Реал Бетис. Арасында ғана жеңіліп қалады, бірақ көбіне сенімді жеңістер. Ла Лиганың ойындарын біз талқылауды жалпы азайтып жібергенбіз.
не айтамыз енді. Екі ақ команда. Барселона өзі. Үшіншісі Атлетико Мадрид. Иә. Бірақ бұл жолы біз Ла Лигаға тоқтауымыз керек, себебі тарихи сәт болды. 15 жасар бала алаңға шықты, дебют жасады. 15-те болған. Сен Бейсұлтаннан 2 жас кіші мысалы ше, 15-те ойлашы. Сен 15 жасында не істедің? Мен 15 жасында колледжге түстім. Колледжде ше. 15 жасында мен ән жазған бір әнім бар. Колледжге түскенмін 15 жасында. Қытайға барып қойғанмын сосын бірінші рет. Сен нормальный өмір сүрсің. Сосын Реал Мадридте дебют ойынымды өткізгем деп қойса. Жоқ. Сол туралы айтайық. Ямал туралы ма? Иә. Барселонаның болельшігіне мүмкіндік берейік. Бәрі мақтап жатыр. Хавиді, ойбай мен бұндай талантты көрген жоқпын деп. Мессиден де артық көремін мен оны деп отыр ғой. Мессимен салыстырған ойыншылардың бәрін көрдік қой. Не болды десе иә. Мессимен салыстырудың қажеті жоқ екен негізі. Бір Мессимен салыстырып мақтан етіп кеткен біреуді танисыңдар ма жалпы? Сейд Ахмет санала ма? Жоқ. Қазір оған келеміз. Барселона болельшігінің ойынын тыңдап алғым келіп отыр мен. 15 жасар ойыншы, негізі 15 жаста бәрібірде кім футболшы болады, болмайтыны 10 жасында белгілі болады. 11 жасында ше. Бұны философия кетіп қалды. Негізі солай. Сен барасың ғой. Бапкерден барасың. Бапкерден сұрайсың да, мысалы. Кім футболшы болады десе, мынау деп айтып берді. Мен де футбол атсаң кезде мынау футболшы болады дедім. Бәрі футболшы болып отыр қазір, мысалы. Димаш Қараман футболшы болады дедім, мысалы ше. Мен 11-ге қатыстым. Сейд Ахмет 100% футболшы, өйткені әрбір турнирде жеңімпаз. Бұл кезде мен жасым 12 жаста, мысалы. Ар жақта через себя теуіп, общем, бәрін жынды қылатын еді ше ол. Футболшы болатын анық болды. Бұл да мысалы Барселона жоғарырақ деңгей болғаннан кейін Барселонада қалай ойнайды деген сұрақ болады да. Неге мысалы профессионал футболшы 100% болады ол Барселона академиясында болса ше. Бір басқа Сегундада ойнаса да тіпті ше. Барселона академиясына түссең, сен уже сенде бірдеңе бар деген сөз. Түсті ма? Болды, көрсетіп жатыр. 15 жасар мысалы Барселонаның жастар құрамасы бар. Барселонада бада ойнамаған бұл. Барселонаның жастар құрамасы бар өзі. U11, U12, U13 бәрін көріп. Ол енді 15 жасар бала бір U19-да ойнап қойған шығар. Иә, сондай ғой шамамен, бірақ Сегундада ойнамаған әлі. Молодежный уровеньдегі бала мүмкіндік берді, көрсетті. Бәрібірде 15 жасар, біз мысалы Испанияда тұрмаймыз ғой. Егер біз Испанияда тұрсақ, оны біз ол Барселона дебют жасамай тұрып еститін едік. Біз Барселонада тұрсақ болса ше, былай футболды қызықса, мынау бала көресіңдер шығады деп бәрі айтып қоятын еді. Сондай сияқты көреміз, күтеміз, тек қалай еңбек пен талантты ұштастырып, жалпы жолы бола ма? Кітап сатып алған саған пайдасы тиіп те. Кітап сатып алғаның ше. Сол ғой. Абай атамыз бұл 15 жасар бала туралы не айтқан өзі? Абай айтқан ғой. Бала берсең сана бер деген, сана бермесе ала бер деген ғой. Жоқ, анау бар ғой еще. Бала сұрай берсе ол жақсы дейтін же. Бала сұрай береді. Енді ол вообще неге ол ақша мәселесі ғой жерде. Типа не үшін сендер баланы сұрайсыңдар Құдайдан деп. Сен өзіңе қарап ал бірінші. Сен не деген адамсың деп анау. Жаман айтты саған негізі ол кезде. Сен өзің ешәксің, тағы да бір ешәк туғызып тұрма деп. Тағы да оқы онда. Сөйтіп айтады ғой. Мен бұл жігіттің аты Ямал, фамилиясы Ламин деп жүрмін ғой. Сөйтсем наоборот екен ғой, Ламин Ямал екен. 15 жаста 2007 жылы 13 шілдеде дүниеге келген. 2007 жылы біз Дима Билан тыңдап жүрген кезде дүниеге келген ғой. 2007 иә. Сен ойының қалай? Гол пасын берейін деп қалып. Менің ойым басқа қырынан қарап көрсек, мысалға ше, жыл сайын осындай ойыншылар көп қой шығып жатқан. 15 жасар дейді, мысалға былтыр Арсеналда қателеспесем Итан Нванери деген бір 15 жасар ойыншы дебют алды. Ойбай қырғын болады, Арсеналда болашағы болады, бірдеңе қайықта мысалға. Бізде андай да мектепте шығар. Қазіргі футболда жалпы қазіргі медиа салада дейді ғой, бір ойыншы шығады, медиа алады, качать етеді ше. Құрт жібереді. Құрт жібереді. Мысалға кеше ғана мен жаңа оқыдым, ертең 16-ға толады, жаңағы Ямал ма, 3 жылдық контракт береді екен дейді. 3 жылдық контрактпен оған подъемный береді. То есть бір бәле миллион евро береді, и бір жазып береді запыны ше, өлтіріп. Ол бала 15-те, 16-та дейік. Психикасына қалай әсер етеді, там машина, анау. Ансу Фати. Тәрбиеге байланысты. Алысқа кетпей қояйық, Ансу Фати мысалға. Тоже ойбай деді, мықты болады деді, 10-шы номерді беріп қойды. Мышечный травма. Оны біреу сындырып, аяғын там колено ұстап, мышечный травма. Мен өзім ойым ғой, ол неге режим дұрыс емес. Жаңа тренировка, может, кеш жатады. Шет. Қазақ емес қой.
просто жас қой. Кальян. Мен мысалы Бруно Фернандештің кеше осы оқыдым да тоже осы уақытқа шейін травма алмаған екен. Өткенде ана аяғын голеностопның несімен шықты ғой. Шинамен. Үйде ол я жаңағы мерах предосторожности дейді ғой. Брунодан сұраса неге десе мен жаңағы рационым дұрыс дейді да. Правильно тамақ ішемін и өзінің керек уақытында ұйықтаймын дейді. Криштиану Роналдоды білеміз иә, күніне 3 рет па 4 рет па өзінің ұйықтайтын уақыты бар. Сол сияқты жас ойыншыларға өйтіп прям мысалы бүкіл әлем қарады Ансу Фатиге. Бәрі инстаграмына подписаться етті, ойбай деп жазды мысалға. Сол сияқты сәл бұл баланы бүйтіп әлі көру керек сияқты. Жалпы тоже жаңа айтып отырсың ғой, Мессиге ешкім теңемеу керек деп. Қазақстанский Месси дейді. Қазақстанский Месси Сейдахмет туралы мен бір теория бар енді. Жалпы Сейдахмет монтажникте ойнап келді да, бірден Тараздың основасына кетіп қалды. Ал негізі Тараздың основасына көбісі дубль арқылы кіреді да. Дубльда жақта піседі адам деген. О жақта қырғын төбелес ар жақта ше. Стычкадан стычка, в общем, қырғын енді екінші лига ғой. Сол монтажниктер тұрды да ұлттық құрамаға барып, бірден ол негізгі құрама келді. Сол жалпы напряжение, андай стресс кейін барып андай бәрі ауыр тиеді ғой оған. Ауыр ше жалпы жұмыс. Сейдахметтің карьерасын сен бұзған өзің түсінесің ба? Жоқ, мен бұзған жоқпын. Мен ойымша. Сен неге? Травмаға крем аяғына кірді. Бұл история білмейсің ба? Жоқ. Неде Мемориал Гранат кинода Сейдахмет көзге түскен кезде видеоларын бәрін нарезкасын жасап, казахский Месси деп видео салған жігіт осы қазақтың Месси деген атты осы Бексұлтан қойып берген. Sports.kz деген сайтта отырамын да. Гранат кинода отыр екен. Бүйтіп қарап отырамын новостилар. Результат деп тұр. И гол Сейдахмет деп тұр да жақта. Бірден сол Сейдахмет дейсің. Ал таниды ғой Сейдахмет, бір мектепте оқыған. Сейдахмет тұрды и сол бол Сейдахмет туралы видеосы шығарамын дедім. Шықты. Кейін Зейнетке ауысайын деп жатқан кезде тағы да бір видео шықты. Ол барлығы 300 мың Зейнетқа. Зейнетке ауысайын деп. Зейнетке ауысайын деп ауыспай қалды. Жоқ, сұлқ емес, ол барып келді ма? Барып келді. Барып келді, иә, анау просмотрда болды. Ничего себе. Просмотр, сборыйда болды. Сол кезде қатты хайповать етіп кетті. Бірақ менің ойымша бәрібір де сол деңгейде ойнайтын сияқты. Менің ойымша. Иә, бірақ сен наоборот керісінше импакт ма не дейді соны бердің. Қайта жылдам бірден мысалы 17 жасында мысалы 40 мың теңге дубльден емес, бірден мысалы миллион теңге основада алады деген сияқты деңгейге кетіп қалды да. Или Қайратта там 5 миллион алады деген деңгейге кетіп қалды. Процентін қайда дейсің ғой Еркаш? Жоқ, онда ешқандай процент. Менің қатысым жоқ оған. Просто сол бір жылдам көтерілуіне. Бәрі де оның максимумы, бәрі де өзіне байланысты ғой. Егер көрсететін адам бәрі көрсетеді. Бірақ ол не үшін казахский Месси дедің? Вообще Мессиге ұқсамайды ғой. Мен негізі Суареске ұқсатқан басында. Просто көп просмотр жинасын деп Месси деп қоя салдым. Оңбаған адам екен. Адам тағдырымен Суарес деп қойсам жинамайтын еді ғой. Суарес деп қойсам. Зато қазір мысалы осы турда Таразда сапында дебют өткізіп жататын бет осыған дейін дубльді пісіп бірінші ойын өткізіп жатыр. Дубльді. Бірақ қазір уже Таразда болмайды ол. Мақтаралда ма или жоқ, Қайратта қазір перезапуск болайын деп отыр ғой. Сейдахметте нормально болып кететін сияқты. Жол берсін енді. Жол. Жоқ, Сейдахмет негізі Еркаш таланты, дриблингі жақсы ғой. Бірақ сол жаңағы білмеймін ғой. Жарақат қой бұл жерде. Жарақат бар, бір медиа көп, чересчур көп сұрайды. Ожидание көп та. Бір андай сол сәл бір жас бала ғой по-любому мешать етеді деп ойлаймын. Сол сияқты жаңағы Итан Нванери болсын, жаңағы Ямал болсын ше. Сол Ямал Ламинге тәрбиеге байланысты сияқты бәрі. Иә, сол Ямал Ламиннің алдында мынау Ансу Фатидің мысалы тұр ғой. Бір енді Фати жамандамай қойық ол болды әлі. Жақсы ойыншы бірақ одан да жақсы болуы мүмкін еді 10-шы нөмір деген сияқты. Фатидің мысалы тұрғаннан кейін бұл кішкене енді ата-анасы да жол көрсетіп дұрыс болып кетеді. Просто менің бұл жерде ұсынысым Ямалға ешқандай күтпеу керек, еш нәрсе күтпеу керек. Сен Барселона мүлдем заявкада болмасаң да ол Ямал болды, бытчет ойнай алмай қалды, жұлдызды болезнь, ол көтере алмай қалды деп айтпау керек та. Еш нәрсе күтпеу керек и все бұл жақта. Иә. Басқа проблема жоқ. Андай да бар ғой, брат, мысалға мировой таблоидтарда мысалға ше алады да жазады да. Енді ол енді журналюк дейсіңдер, бірақ бізде мысалы журналюк. Бізде мысалы соны обсуждать етіп отырық қой. Ше қызық қой енді ол адам. Қызық иә, бірақ біз қазір обсуждать етпесек, ана жақта 15 жасар бала соны неғып айтпадыңдар. Біз журналюктардан басқаша позицияны айтып отырық қой біз. Иә, біз керісінше мақтап жатқан жоқпыз. Оны ешнәрсе күтпей ақ қойыңдар деп жатырмын. Журналюгалар бар ғой, ана казахский Месси деп жүріп адам тағдырымен ойнайтын, ондайлар да бар. Тағдыр ол менің қатысым жоқ. Адам өзіне байланысты. Маркус Решфорд бар ғой мысалы Манчестер Юнайтедте. Ол да Манчестер Юнайтед матчтарында тарих сабағына сұранып барады мысалы ше, экзаменнен барсаң да. Бірақ адам болып кетті ғой, жақсы болып кетті. Адам болып кетті. Фил Фоден деп мысалы жақсы болып кетті. Бірақ Кол Палмер, Фил Фоден, конечно, енді Пеп Гвардиоланың қасында болған кезде сен бір Инстаграмға сторис салсаң басына бірде беретін жүр. Бұл жерде просто жаңа сен айтпақшы тәрбиемен жаңа сен де айтпақшы әке шешесі бүйтіп не қылмаса қиын да просто жас балаға ше, менің ойым.
Бексұлтан айтқан ойымен тоқтауға болады. Сол Ямал Ламин осы сәтте ми ашып қалмау керек, тентек болып қалмау керек. Егер тентек болып қалса, яғни ол футболға керек емес адам. Ол өте алмады бұл сынақтан деген сияқты. Кезінде мен Барселонада бір матч өткізгеймін деп айтып отпасын 40-қа келгенде. Иә? Байқалмай карьерасы мықты болып кетсін. Анау Букин сияқты хет-трик финале кожаный мяч деген бір оқиға айтып өтпесін дегендей. Бундеслигада жағдай қызық болып жатыр. Бавария қайтадан бірінші орынға көтеріліп кетті. Ол жақта ойындар аз-ақ қалды. 4 тур қалды ма? Иә, 4 тур қалды. Сен қалай ойлайсың, кім чемпион болады? Боруссия. Мен андай болса екен ба? Иә. Болса екен деген бізде жыл сайын бір команда емес сәл чемпионатта интрига болып қызық болып келесі жыл Бавария тағы да жақсы составын жинап дегенде ше. Иә. Боруссия алса екен деп не қылып. И Боруссияда да биыл состав жақсы ғой. Мысалы Челсиге қарсы Лига чемпионовта қалай ойнады? Терзич жақсы состав жасаған. Мен нашар ойнаған сияқты мен ойымша. Жоқ, бірінші ойын жаман емес. Жақсы ойнады, екінші ойыннан Стэнфорд Бридж енді. Нашар болды. Стэнфорд Бриджде қиын ғой. Челсиге қарсы енді Бексұлтан оңай емес қой өзінде түсінсей. Челсиге қарсы оңай болу керек еді да просто. Сол түсінбей қалдым өзімде. Бавария бірінші орында 62 ұпай, Боруссия Дортмундта 61 ұпай. Енді қалған кімдермен тең ойнап қалды Боруссия, иә. От ойын болайын деп тұр. Және бір-біріне қарсы ойындар жоқ. Өтіп өткен бір ойын Тер Классикер тең аяқталды, екіншісінде Бавария ұтты. Баварияны алда Вердер, Шальке, РБ Лейпциг, Кёльн күтіп тұр. Лейпциг как раз сол чемпиондар лигасына шығам деп ниеттеніп сол ойында. Боруссия Дортмундта оңай емес. Вольфсбург, Боруссия Мюнхен-Гладбах, Аугсбург, Майнц. Бәрі оңай емес қой негізі. РБ Лейпциг қана бір ерекшеленіп тұр. Оған бәрі бір деңгей. Бавария осындай провал болғаннан кейін чемпион атанып тұрса, бұл да бір әділетсіздік болады. Кішкене жасаған істері үшін жігіттер жауап беру керек. Хасан Салихамиджич, Оливер Кан дегендер көру керек, шекелерін тию керек деген сияқты. Тәубесіне келу керек. Франция чемпионатында Пари Сен-Жермен ұтылып қалды. Лориан 3-1 есебімен ұтты. Сен көріпсің ғой сол ойынды? Көрдім, иә. Мбаппе карьерасындағы ең оңай гол соқты. Вратарь жаңа қолына допты алып жерге қойып лақтырайын деп жатқан кезде судья свисток бермеген ғой. Сонымен Мбаппе алады да соғады, сонымен жерде қырылып ойыншылар. Хакими красно алып кетті, бірақ 3-1 ұтылып қалды. Түнде Марсельді де көрдім. Марсель ұтты, Асерді 2-1 қылып, Чингиз Үндірмен Санчес соқты. Енді бұл жерде Марсель сәл не қылып келе жатыр ғой. Борьба беріп дегенде жаңа 5 очко болып қалды, арасы қателеспесем, иә? 75-70. 5 очко. Көреміз ол жерде, бірақ енді ПСЖ-да состав тегін енді. Жатыр ғой. ПСЖ-ның алдағы ойындары Труа, Аяччо, Осер, Страсбург, Клермон. Ой, Месси де жақсы ойнап отыр негізі осы Лига 1-де өткен жылмен салыстырғанда. Өткен жылы биыл жақсы. Қазір 15 гол соғып, 15 ассист берген ба? Марсельде, по-моему, Лион бар? Лиль бар. Лиль бар. Лион жоқ, Лионмен 2 классика өтіп кетті. Сол ПСЖ деп ойлаймын. ПСЖ жалпы Арсенал, Боруссия. Апасына емес па? ПСЖ деп ойлаймын. ПСЖ, Барселона, Наполи ғой. Жақта сатым ба? Топ 5-тен жоқ. Осылар алады деген. Арсенал дейсің ба? Арсенал. Базар жоқ. И Боруссия деп тұрмын ғой. Базар жоқ. Арсенал бірінші орынға шыққан кезде бізге қайтып келсек қонаққа сен. Құдай қаласа. Келсін. Иә. Соққы және голда Әлімжан Тасболатұлы көрсеңіздер, көргілеріңіз келсе, көрсеңіздер деп. Көргілеріңіз келсе, комментарийде жазыңыздар, қалай екен Әлімжанмен болған шығарылым. Ылғи да жақсы болады. Әлімжан мықты десе, қай Әлімжан деп түсінбей отырсың ба? Комментарийде енді қонағымызды мақтап, Әлімжан красавчик деп комментарий жазып кетіңіздер, жігіттер. Тасболатұлы деп жазбақ қойыңдар, ұзақ қып не істейсіңдер? Әлімжан вообще қағады екен футболды, молодец. Екеуміз былай болсын, Әлеке болсын, Әлімжан болсын да. Жоқ, екеуміз 95-біз ғой, құрдаспыз ғой, көрдің бе? Болмай тұр. Енді сізде анау премия бар деген. Бірақ енді сіз Әлекесіз ғой, премияңыз бар. Біз әлі жеткен жоқпыз оған. Премия алыңдар. Құдай қаласа, сосын Әлеке боласыңдар. Өзі жоқ кетсе де көтере алмайған. Ол емес. Вообще ол емес қой, айтайын деп. Айта бер. Әлімжан красавчик деп пікір жазыңдар. Сосын адамдар түсінбей қалуы мүмкін, қай Әлімжан деп. Нақтылау үшін Челсидің фанаты Әлімжан Шымкентский 95 жылғы деп нақтылап дұрыстап. Барлығы сол дейсіз ғой. Ведущий деп сөйтіп қосып қойыңдар. Сол кезде бәрі түсінікті болады, иә. Бізге келгенде көп рахмет. Футбол қағатын адамдар келсе, біз ылғи да қуаныштымыз. Келіп тұр, біз күтеміз. Сенің бағдарламаң дами берсін, шақырып тұр. Құдай қаласа. Соққы және гол 94-ші шығарылым. Бексұлтан Көлімқос, Әлімжан Тасболатұлы, Әлімжан Асқар. Бұл 94-ші шығарылым. Осымен тәмамдалды. Сау болыңыздар, көп рахмет. Жақсы. Рахмет. Екеуміздің ортамызда тұрып желание загадать етіп olsun.